Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жана Байты каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 август 2021 жыл Өзгөн базарындабыз, чөп базарда бүгүнкү чыгышта бааларын тартып көрсөтөбүз. Андан кийин реалдуу бааларды биздин каналдан көрө аласыздар. Андыктан каналга катталып, лайк басып, колдоп кетиңиздер. Мына урматтуу агалар, азыр мына ушул портерге жүктөлүп аткан чөптү 320 сомдон сатыптыр. 320 сомдон сатып алып, жейип алып кетип аткан чак экен. Могу трактордун прицебинде жүктөп бул жака жүктөп атышат. Ушул чөптү 320 сомдон сатып алып жүктөп атат экен. Мынал пресстер эспарсеп чөп аралаш пресс экен. 350 сомдон мындай өтө жакшы чөптөр экен, караңыздар. Көрүнүшү дагы эспарсеп чөп аралаш пресс экен. Пресстер да жакшы дейт. 350'den kəm var? Kent berесиңер. Кайсыл жердики бул негизи чөп? Шорашаттыкы дейт. Мына өзүң келсеңиздер, бирок бүгүн сатылып кетсе, кокусуна ушул да болуша? Болуш ушул экен. Жакшы. Содаңар берсин. Могул жерде дагы мына зилдеги чөптү 340 деп атат. Мынаны 340 дейт. Ээси менен сүйлөштүк, 340. Дан дагы сүйлөшөбүз дейт. Азда портерди дагы сурайлычы. Мына ирисун чөбү экен, бул дагы 350 сомдон деп атат экен, бул дагы 350 сомдон ирисунун кара чөбү. Мына 3-чү орун беде пресс колго тийиши 370'den берем дейт. Негизи 380 деп атат экен. Колго тийиши 370'den 3-чү орун беде экен. Мына покал пресsti 230 сомдон деп атат экен. Будай покал экен. Саман пресс. Будай саман чоң экен пресстери мындай 230 сомдон деп атат экен ушулар. Мына ушул трактордун прицебиндеги чөптү 280'den 270'den эң арзан чөп дейт. Бираз кашык чөп экен, бирок кашык чөп экен. Ошону ачык айтып койдук. Андай мындай камыш аралаштар бар экен. Булар канча болот? Булар ошо 270-280. 280 деп 270'den беребиз дейт. Бул дагы камыш аралаш, бул дагы кашык чөптөр болуп калат экен. Жакшы. Алар да болсун, ушундай ачык-ачыгын айтып, эмесе дагы жакшы болот мыналар. Мына агалар, азыр мына ушул беде чөп, беде пресс 380 сомдон сатып алынып, мына портерге жүктөлөт. Бул портерден 380 сомдон болду. Портерге жүктөлүп Көлдүккө кетет. Көлдүккө барат экен. Бирок пресстери мындай көтөргөнгө караганда аябай оор пресс экен. Жакшы пресс деп тур. 380'den. 3-чү орун экен, же бир 3-чү орун экен. Жакшы. Мына ушул портердеги беде пресскен 3-чү орун дейт. 3-чү орун 380 дейт. Колго тийишин сурасак 380 360 берем дейт. 200 менен 300 алмакчы болдум. 380 деп, колго тийиши 360-га берем деп ушуну. 3-чү орун беде. Мына урматтуулар, ушул дагы зилдеги чөп 350 деп атат экен. Колго тийиши 320, 310го барып такалат дейт. Жакшы сүйлөшкөнгө карайт дейт. Мына ушулар ошондой болот экен бул чөп. Мына ушул эспарсеп чөп сатып алыныптыр. 360 сомдон эспарсеп экен. Мына 360'dan алынып портерге жүктөлүп атат экен. Алган эжеден өзүнөн уктук, 360'dan алдым дейт. Мына ушул мен суроо, аба канчадан алдыңыз бедени? 360'dan болдук амына. 360'dan мына бедени алды. Бирок кымбатыраак дейт. Мына 360'dan алды мына беделерди. Мына зилден алып жүктөптүр. Мына эгер ишенбей аткандар болсо, мына чыныгы реалдуу ба, ушул аксакал өзү айтып атат, 360'dan алдым деп мына бедени. Мына ушул сааной 81 000 сомго сатып алыныптыр. Мына торпогу ургач экен. 5 туган дедиби? 5 туган экен мына. Көрүңүздөр. Мына ушул сааной 78 000 сомго сатып алыныптыр мына. Чоң экен бул. Торпогу ургач экен. Көрсөтүп койгойлойм ашылара. Мына сааной 51 000 сомго сатып алыныптыр мына, караңыздар. Торпогу ургач экен. 51 000 болду дейт. Канча болду сааной ака? Сатылган жок, сатылбай калыптыр мына. Канча болду буга? Билбейбиз дейт.
Мынау торпақ 30 000 сомға сатып алынып тұр. Bir жаш болып қалып тұр бірақчы. Көрінішінен. 65 000 болды ба? 65 000 сомға сатып алынып тұр. Мынау шулат 110 000 сомға сатып алынып тұр. Сатып алып азына. Енді баратқан чағы. Таздар 80 000 алынды ба? Нар торпағы ба? Мына торпағы менен 80 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы еркек екен. Саной. Бұл қанша дедіңіздер? 70. 70-ке беріп 70 000 сомға беріп дейді. Сатылбай қалып тұр. Баласы ұрға шыққанына. Жақсы. Сатып алыңыздар еме, сырттан болса дағы. Мына шол құнажын 64 000 сомға сатып алынып тұр. Істеміз екен. 64 000 болды дейді. Мына шол саной 56 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы ұрға шыққан. 56 000 болды дейді. Қадам қалды ғой. Мына құнажын қанша болды торпақ? 35 000 сомға сатып алынып тұр. Семізірағы екен біраз. Мына үйлер 65 000 сомдан сатып алып тұрмын екі. Қараңыздар. Бұл жаңа семіз қысыр бағылған үйлер. Мына қойларды 9 000 сомдан алынып тұр. Мына 9-дан болды дейді. Мына шол қошқыр 40 000 сомға сатып алынып тұр. Қараңыздар. Чоң қошқыр. Мына 5 қозы 26 000 сомға сатып алынып тұр. Шunda 5120 сомдан, 25 сомдан, 20 сомдан тұра келіп баққан. Мына өзі 35 000 сом болып тұр, нарқын. Ортадағы. Бұқалармен чатышып кетті. Мына ұшыл құнажын 35 000 сомға алынып тұр. Мына саной 67 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы еркек екен. Бірісі 43 000, бірісі 33 000 қанша деді? 500 деді. Болып қалып тұр. 33 000 болды дейді. Тайлар. Мына саной 81 000 сомға сатып алып тұр. Беркінісі. Чоң торпағы менен. Мына ұрғашы торпағы менен. Мына екіншісі қанша болды? Саной. 77 000 сомға сатып алынып тұр. Мына саной. Қанша болды аға? 72? 72 000 сомға сатып алынып тұр. Қанша болды бұға? 62? 60 000 сомға алынып тұр. Мына саной 80 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы менен. Екіншісі че? 70 000 сомға алынып тұр. Екіншісі. Мына саной. Қанша мына? Қанша болды бұл? Бұл 87 000 сом болды. Еркек торпағы менен. Тайлар қаншадан болды аттар? 7,5 қалды ғой. Қаншадан болды арқадағылар? Арқадағылар 117 болды. Мынау ба? Мына 117 000 болды біріншісі. 82. 75. Мына шындай. Қатар. Қанша болды біріншіде? 115 деді. Қанша болды торпақ? 19 000 сомға алынып тұр. Ұрғашы торпақ. Мынау 62 000 сомға сатып алынып тұр. Бұндан болып қана шөйді. Мынау шол 43 000 сомға сатып алынып тұр. Кәлті тайы жоқ, құнан болып қалып аға? Құнан болып қалып ба? Құнан екен, 43 000 сомға алынып. Мына саной 78 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы еркек екен. 78 000 сом болды. Мына шол тай сатып алынып тұр, 38 000 сом болды дейді. Мына шол 76 000 сомға сатып алынып тұр, 76 000 болды дейді. Семіз екен. Мына шол 80-83 000 сомға сатып алынып тұр. Çoğu 83, kişinesi 80 000 болды дейді. Beylер. Мына шол бей 63 000 сомға сатып алынып тұр. 63 000 болды дейді. Мына бей қаншаға алынды? 80? Мына 80 000 сомға сатып алынып тұр. Мына біреуіне 80 000 алынды дейді. Нарқы тай сілерден бе? Бейл, а? Бейлі де 80 000 сомға сатып алынып тұр. 80 000 болды дейді шыны. Мына шул бей 125 000 сомға сатып алынып тұр. Өте мындай чоңдағы, семіздағы бей екен бірақ 125 000 болды тұр семізі. Мына шул саной 60 000 сомға сатып алынып тұр. Торпағы ұрға шыққан 60 000 сом болды екен.
Мына ушул эки бука 106 миң сомдон сатып алыныпты. Чоң букалар экен. Мына мүйзүсү 4435. Токолу 3500 болуптур. Мына боз екен, бүгін ертең той. Бүгүн эртең тууйт дейт мына. Мына ушул эки саануй 100 миң сомдон сатып алыныптыр. Торпоктору эркек экен. Торпоктор дагы өз менен тең болуп чоңоюп калыптыр кыйла. Мына ушуларды 100 миң сомдон алыптыр. Торпоктору чоңдору. Торпогу чоң, ошого майын жерип койгонсуңар. Анан кымбат деп да ойлогонсуңар. Уйлар да чоң, торпоктор да чоң-чоң. Эркек торпоктор экен. 21. Мына эки торпок 24-21 миң сомдон болуптур. 25 oldu bunlar. Çekecek. Чеккедеги 25 болду. Aldılar 35. Алдыдагы 35. Nasıl 30 sarı. Сарысы 30 дейт. Мына ушундай болду торпоктор. Bunlar kayısı kanal. Байтова. Болду ана. 139 миң сомго сатып алыныптыр мына. Сатып алып кетти. Мына ушул бе 71 миң сомго сатып алыныптыр мына. Бирок семиз экен. Семиз жылтырак көрүнөт мына. Мына ушул чоң кочкор 22 миң сомго сатып алыныптыр. Мына тай 24,5 миң сомго сатып алыныптыр. Эркек тай экен. Мына саануй 56 миң сом болду дейт мына. 56 миңге алыныптыр саануй. Эко 25тен, а? Эко 25 bana 38. Эко 25, мына 38 дейт чоңдору. 28. Канча болду? Сатылбай калыптыр саануй. Бунун ажын канча болду? 35 миң сом, 500, а? 500 да бар экен, 35 миң 500 дейт. Эко 75 болду ба? Эко 71 болду, биринчиси. Мына эко. Болду экен? 8ден болду. Мына эки козу 8 миң сомдон сатып алыныптыр. Мына урматтагылар эжелер, сиздер бүгүн Өзгөн мал базарынан сатып алынган реалдуу бааларды көрдүңүздөр. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал электер подписка кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.